Барлықтарыңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін пикантный салатын дайындаймыз. Соңына дейін бірге болыңыздар. Бізге қажет болады ет, қызанақ, қияр, тәтті болгар бұрышы, чеснок таяқшалары және тұздалған қияр. Тұздалған қияр орнына банкідегі корнишондарды қоссаңыздар болады. Етімізді ұзыншалап турап, қызып тұрған майда қуырамыз. Татымына қарай тұз себеміз. 1-2 ас қасық соясын құйып, шамалы қуырамыз. Содан соң су құйып, ет жұмсарғанша қайнатамыз. Чеснок таяқшаларын ұзынша, болгар бұрышын 4-1 турап, қазандағы етімізге кезек салып, қуырып аламыз. Ұзақ қуырудың қажеті жоқ. Оттың астын сөндіріп, қазанымыздың бетін жауып, көкөністерді буға қойып қоямыз. Ал енді басқа көкөністерімізді тураймыз. Қиярымызды ұзыншалап, қызанағымызды 5-6 бөлікке бөліп, тұзды қиярымызды да ұзыншалап турап, барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Бұқтырылып тұрған етіміз бен көкөністерімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын салатымыздың үстіне кунжут дәндерін себеміз. Талғамызға қарай құмшекерді қоссаңыз өте дәмді болады. Жақсылап тағы да араластырып аламыз. Дайын салатымызды тоңазытқышқа қойып, салқындатып алсақ, дәмдірек бола түседі. Ас болсын, жасап көріңіздер.